Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен өте дәмді және оңай пирог жасаймыз. Бұл пирог қолжетімді, қарапайым заттардан жасалынады. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Оған шым-шым тұз, қант ұнтағын, қопсытқыш қосып, құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Негізі қант ұнтағымен пирогымыз жақсырақ шығады. Егер қант ұнтағы болмаса, қант қоса береміз. Ал енді сары майымызды қосамыз. Сары майдың майлылығы 82%-дан төмен болмауы керек. Қолымызбен ұнтақ жасаймыз. Құрметті менің көрермендерім, каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Осы ұнтағымызға 70 грамм қаймақ, 2 жұмыртқаның сарысын қосып, қамыр елейміз. Қаймақтың майлылығы маңызды емес, 70 грамм дегеніміз шамамен 2 толы ас қасық қоссаңыздар жетеді. Еленген қамырды целлофан пакетке орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Сонда қамыр тынып, жақсы жайылады. Қамыр тынғанша салмасын дайындап қоямыз. Ол үшін бізге 1 апельсин, 2 лимон қажет. Қабығына және ортасындағы сүйегінен тазартамыз. Апельсин мен лимонның қабықтан кейінгі аппағында жақсылап тазартыңыздар, әйтпесе пирог ащы болып кетеді. Пирогқа қажетті заттарды осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Сол жақтан ашып көрсеңіздер болады. Егер де менің рецептерім кәдеңізге жарап жатса, пікіріңізбен бөлісіп қойыңыз, маған жағымды әсер қалдырасыз. Цитрустарды шұңғыл ыдысқа салып, 1 стақан су құйып, отқа қоямыз, шамамен 5 минутқа жуық қайнатып аламыз. Қайнаған соң мен осылай суынан сүзіп аламын. Суын өзін ішсеңіз де болады, немесе шай жасап ішсеңіз де болады. Енді осы лимон мен апельсинді үйдегі бар кез келген езгішпен езіп алу керек. Мен блендермен езіп аламын. Блендерлеген соң ішін тағы бір қараңыздар, ішінде сүйегі болады. Сүйегінен тазартып аламыз. Осыған 120 грамм қант қосып араластырамыз. Мен тағы блендермен араластырамын. Үйдегі бар шанышқымен немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады. Жүгері крахмалын қосып, ішінде түйіршік қалмайтындай араластыру керек. Осы шыққан массаны қоюланғанша отта ұстаймыз. Табаңыздың асты қалың болса жақсырақ. Менікі жұқа болған соң жабысып қала берді. Осылай жиі араластырып отырасыздар. Шамамен 5 минуттан соң қоюланады. Отын өшіріп, суығанша қамырын жаямыз. Қамырды екіге бөліп аламыз. Біреуі кішірек, біреуі үлкендеу болуы керек. Бірінші үлкен жағын 10 себе отырып жайып аламыз. Құрметті көрермен, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, астына подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыз. Жанында тұрған қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, менің жаңа шыққан видеомды бірінші болып көретін боласыз. Бәрішті пісіретін формаға шамалап жайған соң, формаға орналастырып, артық шыққан жерлерін кесіп алып тастап, кем жерін жамап аламыз. Артық қалып қалған қамырды екінші қамырға қосып жіберсеңіз болады. Екінші қамырды барынша жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырды ұзынша етіп кесіп аламыз. Формаға қамырды орналастырып, салмасын құйып, бетіне ұзыншалап, қамырды әсемдеп, тор тәріздес етіп орналастырамыз. Артық шығып қалған қамырды кесіп алып, мұздатқышқа салып қойсаңыз болады. Формасынан ажырап кетпеу үшін шешетін жақсылап, қолыңызбен басып қойыңыздар. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу оңай. Шаймен ішкенде, әсіресе осындай күн суықта сөз жоқ дәмді екен. Бір шетінен жаңа жылдық пирог сияқты, бір шетінен мармеладқа ұқсайды. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.